Ал қайырлы күн досым, қалың қалай? Әнімін дегенше мінекей монтажға да келіп жеттік. Бүгін біз яғни осы монтажға арналған программа Windows'та Premiere Pro программасын үйренетін боламыз. Ол программаға монтажды бірден бастамас бұрын сіздер сол программаны ашып, ішіндегі полный интерфейсімен кішігірім танысып, керекті өздеріңізге рабочий пространствоны ыңғайлы етіп аласыздар. Интерфейспен кішігірім танысу болады. Содан кейін барып, алдыңғы сабақта түсірілген материалдар бойынша екі камерамен түсірдік біз алдыңғы сабақта. Сол материалдарды монтаж жасайтын боламыз бірге. Ал ендеше кештік. Мен Premiere Pro'ны ашамын компьютерден. Мінекей мендегі яғни Premiere Pro 2020 жылғы сразу ашылды. Достар, проект ашатын кезде сіздер файл түсірілген материалдарды бір папкаға жинайсыздар, дұрыс па? Бірінші камера, екінші камера деп. Егер проект ашатын кезде new проект ашып, браузды басасыздар да, сол материалдар тұрған жерге барып проект сояққа сақтайсыздар. Ешқашында untitled дегенмен сақтамаңыздар. Егер де себет untitled сақтап қойсаңыздар, по умолчанию, келесіде тағы сақтайтын болсаңыздар, алдыңғы проект жоқ болып кетеді. Сол үшін бірінші папканы тауып аламыз. Мінекей для монтажда папка ашып қойдым мен. Осы жаққа сақтаймыз. Выбор папки. Сосын атын жазамыз. Так. Сабақ түсіру десілайын. Келгелсем жазасылайын. Сабақ түсіру. Интер. Ал достар, Premiere Pro бізде ашылды. Мінекей, бірінші алғаш рет ашылған кезде сіздерде бүкіл мына жақта рабочий пространство бардак болып жатуы мүмкін. Одан қорықпаңыздар, мына көп түсініксіз заттар шығып кетуі мүмкін. Олардың бәрін біз өзіміздің рабочий пространство дейді. Осыны өзімізге оптимизировать етіп аламыз. Яғни қалай? Мінекей, Windowsға кіресіз. Мына жақта галочка алып тастасаңыз да болады. Мінекей, events алатын болсақ, мына жақта events жоқ болып кетеді. Так, ол үшін біз бүйтеміз. Close panel. Алардың бәрін бізге мысалға керек емес. Metadata тоже керек емес. Тайм-кодтар керек емес. Essential sound дейді. Caption. Бұлармен жоп жасаңыздар болады. Мына жаққа кіреміз. Edit to tape дейді. Бұлар да керек емес. Progress. Әзірге керек емес. Capture. Effect control керек болады. Мына бетте сол жақ үстіңгі бөлікте бұяқта effect control болады. Сіздер жаңағы видеоға қосқан кезде видеоныздың бүкіл эффектілері осында шығатын болады. Мен әзірге видеоны әлі саған жоқпын, оны көрсететін боламын. Бұлай жасап алайық. Ал енді мына бетке кірсек, мінекей проект мына жерге осы жаққа керекті файлдар импорт жасайтын боласыздар. Мына жақта эффект бөлімі, бұл жақта аудио эффект, видео эффект, видео транзишн дейді, транзишн яғни переходтар. Мына жақта өзінің премьердің берген переходтар бар. Бұларды да қолдансаңыздар болады. Немесе кейін сырт жақтан басқа пактарды алып орнатсаңыздар болады. Видео эффект, мына жақта көп эффекттар. Аудио переходтар бар, аудио эффекттар бар. Аудио эффект дегеніміз бұл жерде, яғни сіз петлиш жазған кезде, мысалы шум болып қалуы мүмкін, шумды алып тастау, болмаса сәл ақырын болса компрессия беру деген сияқтылар. Үшіншісі Essential Graphics дейді. Бұл жақта біз видеоның үстіне текст добавлять ететін кезде, титр қоятын кезде, сол кезде осы окошкада, Essential Graphics'in ішінде осы жерде редактировать ететін боламыз. Бұл жақта яғни өзінің берілген шаблондар да бар Premiere Pro'ның, немесе өзіңіз просто текстті бас отырып, текст қойсаңыз да болады. Келесі бізде Lumetri Color. Бұл жақта әзірге шығып тұрған жоқ, видеоны қосқаннан кейін бар, видео басқан кезде мына жаққа бояғанға арналған функциялардың барлығы шығатын болады. Референс монитор керек емес әзірге. Ортасында сіздің видеоңыздың изображениесі көрініп тұратын болады. Ал астында таймлиния деп тұр. Таймлайн бұл жерде бүкіл видео, музыка барлығы осы жерде көрсетілетін болады. Ал енді давайте видеоны салайық. Видеоны салатын кезде папканы ашасыздар. Мінекей бағана айтып өттім, мына папкада менде мына екі видео тұр. Үлкен екінші камерамен крупный, мына общий камерамен түскен. Мына папка проект осында сақталды. Мына автосохранениялар. Осы екеуін аласыздар. Мына импортқа методын перетасканы папкадан алып жіберсеңіздер де болады. Өте тез. Мінекей бізде екі файл дайын болды. Таймлинияға алып келеміз. Саламыз. Мінекей общий кадр. Мына жақ екі рет бассаңыздар, үлкейтіп алсаңыздар болады. Болмаса бұны кішкентеу тұрған кезде осы жаққа мышканы апарып тұрып, альт батырмасын, сол жақта альтты басып тұрып, мышканы скроллмен домалақ жоғарыға істейтін болсаңыздар, мінекей үлкейеді. Бұл көру үшін. Егер де сіздер көп мына жақта слойлар болатын болса, бұл кезде кішірейтіп қоясыздар. Әзірге мен осылай үлкейтіп қоямын. Мінекей видеоға басқан едік, эффект контролдан шықты. Мінекей мына жақта бүкіл эффектлерді осы жерде қолданатын боласыздар. Position дейді, яғни позицияға X бойынша, Y бойынша деген сияқты.
Ctrl-Z. Видео бассақ шығатын болады. Scale ол масштабты береді, мінекей. Үлкейтеміз, кішірейтеміз. Енді екінші видеоны үстіне қарай қойық. Бізде мына видео, мінекей, оны үстіне қоямыз. Крупный кадр. Бұл екеуі әзірге бізде екі бөлек запись басылғаннан кейін бұл жерде дауыстар екі түрлі шығуы мүмкін. Екі видеоны салып алдық. Енді осы екеуі екі түрлі болғандықтан бұны біз синхрон жасауымыз керек болады. Негізі бұлай синхрон жасасаңыздар да болады. Ары бері обычный мышканың скроллмен, домалармен ары бері қозғалтсаңыздар болады. Мінекей біз шапалақ ұрғанбыз, хлопок бергенбіз. Осы бойынша ұстап әкеп, бет кішкене сәйкестендірсеңізде де болады. Немесе бұл жерде кішкене кету мүмкін, кадрлармен сәл совпадение болмай қалуы мүмкін. Бұндайға сенбесеңіздер, бәрін выделить етесіздер. Оң жағын басып, синхрониз деген бар. Осыған басасыздар, міне аудиоға басылып тұр. Окей бассаңыздар, кішкене күтеміз. Все, бізде дайын, мінекей. Өзі автоматически Premiere Pro дайындап берді. Мінекей, глазокты бассақ, үстіңгісі өшеді. Мінекей. Достар, біз видеоны қойып алдық, синхрон жасап алдық. Енді главный монтажға көшпес бұрын сіздерге тағы да бір ыңғайлы лайфхакты айтып кетейін. Әрқашанда Ctrl-S, каждый изменение сайын сіздер сақтап отыруларыңыз керек. Светтің мысалы кез келген уақытта өшіп кететін болса, сіздер алдында жасаған моменттер сақталмай қалуы мүмкін. Автосохранение ол каждый 5 минут сақтап отырады. Кейде дәл сақталмай қалатын кезде де болады. Сол үшін сіздер каждый изменениеден кейін Ctrl-S-ті басып отырсаңыздар өте дұрыс болады. Монтажға көшпес бұрын, давайте мен сіздерге қазір горячий клавиштар айтып өтейін. Ол үшін біз Edit-қа кіреміз, төбесіндегі. Edit-қа кіріп, Keyboard Shortcuts-қа кіреміз. Осы жақта бүкіл монтажға арналған горячий клавиштар болады. Мен бұл жақта өзгертіп қойғанмын. Осыны дәл қазір сіздер скрин жасап алсаңыздар болады. Скрин жасап алды деп ойлаймын. Енді мен өзім монтаж жасайтын кезде қай клавиштарды қай клавишаларды көбінесе қолданамын. Соларды айтып өтейін. Мінекей Ripple Delete деп тұр, бұл Q-ға кетіп тұр. Q батырмасына Ripple Delete қойып алсаңыздар болады. Поискқа жазып. Екі ретін Ripple Delete менде Q-да тұр. Бұның қазір қандай мақсатта, қандай қызмет атқаратын айтамын. Сосын менде A батырмасында Track Selected, бұл бүкіл файлдардың бәрін аны басып тұрып, мышкамен жылжытатын болсаңыздар, бүкіл алдындағы видеолардың бәрі, кейінгі видеолардың бәрін жылжытатын болады оңға қарай. Мен яғни F батырмасында Clear негізі обычно Delete-та болады, мен көріп тұрсыздар. Delete-ті F-ға ауыстырып қойдым, себебі не үшін? Өйткені сіз монтаж жасаған кезде қолыңыз ары бері Delete-қа барып жүрген, оның бәрі каждый кішкентай секунд болғанмен, ол бірақ монтаж кезде ол кәдімгідей уақыт болады. Сол үшін F-ға қойдым. Және C бізде обычно кесетін, V обратно выделение, осы мышка несі шығады. Бұны бассаңыздар, қайта мышка шығады. C кеседі. Все, жалпы осы ең бастапқы осылармен Q, A, F, осылар біліп бассаңыздар болады. Видеоны қостық, горячий клавишлармен танысып алдық. Мінекей рабочий пространство мен өзіме ыңғайлатып алдым. Көріп тұрсыздар, 1, 2, 3, 4. 4-ке бөлініп тұр. Сіздер де осылар жасап алғаннан кейін Windows-ға басасыздар, Workspace. Осы жақтан астына қарай, мінекей Save as New Workspace-ті бассаңыздар, тура осыны өздеріңізге сақтап қалады. Мен 004-ті басайын, менде 1-2 бар. Окей дейсіздер, болды. Егер де сіздер кейбір проекттарды ашқан кезде қайттан барлық окошкалар шығып кетуі мүмкін, сол кезде қайттан Windows-ға басасыздар, Workspace-дің ішін 004 мысалы. Сіздер 001 болмақ, өзіңізге ыңғайлы ат қойасыздар. Соны басасыздар, тура осылай интерфейс сізге оптимизированных беретін болады. Сонымен достар, программамен толықтай танысып алсаңыздар, монтажды келесі сабақта үйренетін боламыз. Ендеше келесі сабақта көріскенше.